Енді бұл бойынша біздің аудандық ЖКХ бөлімі бар, аудандық әкім орынбасарлары бар, сосын каспий жылу су арнасы бар. Солармен бірігіп біздер қазір шешу жолында жұмыс жасап жатыр. Территория біздікі, ауылдың халқы біздікі. Сондықтан біз осы ауылымыздың вопросы шешілгенін жақсы көреміз, шешілгенін қалаймыз. Соған сәйкес енді біздер соответствующий жұмыс жасап жатырмыз. Осы өткен бір айлықтың көлемінде біздің Сайын мен Ақшұқырдың екі ауылдың әкімі, сосын аудан әкімінің орынбасары, Түпқан аудан әкімінің орынбасары, сосын КЖС мекемесі мен облыстық энергетика басқармасы бар, солардың барлығы бірігіп жиналыс жасады. Осы мана көп сумма шығып кеткен үйлер бар ғой, солар бойынша бір жылдың аяғына дейін бір единый сумманы шығарып берді. Соған сәйкес манағы 500 мың, 600 мың, 300 мың, 50-40 мың шығып кеткен тұрғындардың суммасын азайтуға хаттама жасақтап, сол хаттамаға сәйкес жұмыстанып жатыр. Енді ол бойынша қазір халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ақшұқырға келді, Сайынға келді, жиналыс жасап екі жақтан. Пока түсіндіріп жатыр. Ол бойынша действие жасалып жатқан жоқ. Себебі қазірдің өзінде уже 3-4 айдың көлемінде мекеме КЖС не таратпай жатыр, жировка таратпай жатыр. Осы бойынша именно халық жағындамыз біз, конечно, біз енді ешкімде ол мемлекеттің мүддесін қорғайтын бізде прокуратура органдары бар ғой. Бізде сол мемлекет саясатын қолдана отырып, ауылымыздың тұрғындарының жаңағы мүддесін де қорғаймыз. Осыған сәйкес бәріміз ауылдың тұрғынымыз, мен де осы ауылдың тұрғынымын. Барлығымыз да сабырлы болуымыз керекпіз ғой, қай нәрсе болғанда да. Енді мен барлығын тікелей әкеліп сабырға шақыра алмаймын. Енді сәті өзіне келіп тұрған көп шығып кеткен суммасы болсын, барлығы да шешу жолына жұмыстанады ғой. Сол сияқты бәріміз жұмыс жасанып жатыр қазір. Ауыл әкімінің сайлауы 17 желтоқсанда болады. Мен түспеймін. Тәжірибем мен қазірге аз. Мен осы әкім орынбасары болып 23 жылдың мамыр айында тағайындалдым. Оның алдында бас маман болып қызмет атқардым осы жерде. Пока менде тәжірибеде аз, халықпен кішкене былай айтқан тәжірибе жинауым керек ғой. Так, 6 қараша күні мен міндетін атқарып бастадым. Одан кейін бір апта ол аудан орталығынан бөлім басшысы бізге әкім міндетін атқаруға жіберді 2 аптаға. Одан кейін ол кісі өзінің отпускысын алды. Манағы бұрынғы жасаған жеріне откомандировать етті ғой. Соған сәйкес ол қайтадан кетті. 23 қарашадан бастап қазір ол агитацияда, мен әкім міндетін атқарушы.